бізде желі дегеніміз не ол? Желі. Интернет, яғни желіні біз интернет деп атаймыз ғой. Жалпы интернет нешеге бөлінеді деп ойлайсыздар? Екіге, қандай? Сымсыз, сымды. Яғни сымсыз дегеніміз ол сигнал арқылы қосылатын, мысалы, Wi-Fi-мыз бар ғой бізді қолданатында, телефонымыздағы мобильный данныйымыз арқылы ашылып жабылатын интернет желісі бар ғой, ол бізде сымсыз желі болып табылады екен. Ал сымды желі ол кабель арқылы жалғанатын желі түрі болып табылады екен. Енді қараңыздар, бүгінгі тақырып байланыстың артықшылығы, яғни сымсыз желінің қандай артықшылығы бар, сол бойынша болады екен бүгінгі тақырып. Жаңа сабақ. Қосылатын ресімдер. Ал мобильді телефондарда және басқа да құрылғыларда интернетке сымсыз желілер арқылы қосылу мүмкіндігі бар. Сымсыз байланыс мүмкіндіктері сымсыз ортаның одан әрі өркендеп дамуына әсер етеді. Ақпараттарды тарату ортасының типтері сымды және сымсыз болып бөлінеді. Сымды байланыс желісі байланыс объектілерінің цифрлық деректерді өзара жалғастыратын құралдардың жүйесі. Байланыс желісі ретінде кернеуі жоғары желі пайдаланылады. Сымды байланыс желілерінде интернет кабелі мен желілік адаптерлер қолданылады. Екі компьютерді интернет кабель арқылы бір-біріне тікелей жалғауға болады. Бірақ оларды жергілікті желілерге қосу үшін коммутатор немесе маршрутизатор сияқты коммутатор болып табылады екен. Енді сымсыз байланыс желілерін қарастырайық. Wi-Fi деген не? Wi-Fi интернет пен құрылғылар арасындағы сымсыз жалғану. Сымсыз орта ұғымы желіде сымдардың мүлдем жоқтығын білдіреді. Компьютерлерді немесе мобильді телефондарды және басқа да құрылғыларды сымсыз Wi-Fi желісіне қосу үшін Wi-Fi модемдер қажет. Wi-Fi ағылшынның сөзінен шыққан, ол сымсыз желі стандартын білдіреді. Қазіргі таңда кең таралған және баршаға танымал IEEE 802.11 хаттамасы болып табылады. Көбінесе осы хаттама Wi-Fi деген қысқартылған атаумен аталады. Ол интернетке қосылу үшін ақпараттарды бір компьютерден екінші компьютерге тарату үшін ыңғайлы. Егер ақпараттың көлемі өте үлкен болса, онда уланысты қолдану ыңғайсыздық тудырады. Ең тиімдісі бірнеше компьютерді сымсыз байланыс технологиясы көмегімен бірге жұмыс жасауды жалғау. Wi-Fi-дің артықшылықтары. Wi-Fi кабель орнатуға қолайсыз орындарда, мысалы, ғимараттың сыртында немесе тарихи құндылығы бар ғимараттарда сымсыз желілермен қызмет көрсетуге мобильді құрылғылардың жүйеге қосылуына мүмкіндік береді. Wi-Fi базарда, сауда орталықтарында және мәдени орындарда төлем жасау, ақша аудару тағы сол сияқтылар үшін қолдануға өте тиімді. Ал Bluetooth деген не? Bluetooth мобильді телефондарға, компьютерлерге және перифериялық құрылғыларға деректерді немесе дауысты қысқа қашықтыққа сымсыз жіберуге мүмкіндік беретін сымсыз байланыс технологиясы. Bluetooth'тың мақсаты құрылғыларды байланыстыратын кабельдердің орнын алмастыру, олардың арасындағы қарым-қатынастарды қауіпсіз ету.
Wi-Fi технологиясын мынадай ышмаңызды міндетті орындауға мүмкіндік береді. Компьютерде интернет желісіне қосылуын қамтамасыз етеді. Қоғамдық орындарда өзінің ноутбуктерімен келген адамдардың жұмыс жасауына қолайлы жағдайды қамтамасыз етеді. Кабельді орнату мүмкін емес, немесе шамадан тыс қымбат болғанда кеңседе немесе бөлмеде жергілікті желіні орнату. Пайдаланатын заманауи сымсыз технология. WiMAX әмбебап сымсыз желіні алыс қашықтықтарға жеткізу үшін қарастырылған телекоммуникациялық технология. Халқымыз дербес компьютерлер, мобильді телефон, ноутбуктер тағы басқалар арасында қолжетімді радио желісі. Видео сабақты көрдік қой? Сымсыз желі жалпы нешеге бөлінеді екен? 3-ке бөлінеді екен. Wi-Fi, Bluetooth, сосын WiMAX болып бөлінеді екен. Мысалы, Wi-Fi интернет қарайды. Жалпы бөлінісіне қарай бөлінеді екен. Мысалы, бізде Bluetooth-ның өзі сымсыз желі түріне жатады екен. Не үшін деп ойлайсыздар? Себебі сигнал арқылы бір-біріне жалғанады екен. Ал кабельный сымды желі ол бізде компьютеріміздің жүйелік блогына жалғанатын интернет желі түрі болып табылады екен. Жалпы бізде интернет желісінің өзі 3-ке бөлінеді. Жергілікті желі, аймақтық желі, ауқымды желі болып табылады екен. Жергілікті желі ол бізде осындай бір ғимараттың ішінде бірнеше кабинетті, яғни осы кабинетті қамтыған интернет желісі ол бізде жергілікті желі түріне жатады екен. Ал аймақтық желі ол бізде бір ауданды қамтыған интернет желісі, яғни осы мысалы Мұнайлы ауданын қамтыған интернет желісі ол бізде не? Аймақтық желі түріне жатады екен. Ал ауқымды деп өзі атауы айтып тұр ғой, ауқымды, үлкен, кең көлемді. Яғни ол бізде республикалық желі түрлері болып табылады екен. Егер мысалы бірнеше республика, мысалы Қазақстан, Өзбекстан деп алайық та, Өзбекстан бір интернет желісіне біріккен болса, ол не болады екен бізде? Ол ауқымды болып табылады екен. Яғни желі бізде осылай 3 түрге бөлінеді екен. Жаңа бізде видео сабақта айтылған WiMAX, Wi-Fi, Bluetooth, яғни осы сымсыз сигнал арқылы қосылатын желі түрі осы бізде 3 болып табылады екен. Қараңыздар, сымсыз желі беспроводной цепь, ақылды үй, умный дом. Қазіргі таңда мысалы ақылды үй деп дамып жатыр ғой, да? Яғни сигнал арқылы жасайтын үй. Мысалы оның бәрі бізде не? Интернет арқылы жасалатын сымсыз желі. Қараңыз, Wi-Fi сымсыз желісінің кемшіліктері. Желінің қамту аймағы шектеулі. Яғни бұл Wi-Fi мысалы жергілікті Wi-Fi болатын болса, ол өзінің тек қана аймағы болып табылады екен. Мысалы 10 километр, 10 метр деген сияқты өзінің тек сигналды бір-біріне жалғап тұратын қашықтығы болады екен. Электромагнитті сәулелерге өте сезімтал. Wi-Fi сымсыз желіде ескі шифрлау әдісі қолданылғандықтан қауіпсіздік деңгейі төмен. Мысалы, жай ғана сіздерге айтайын. Үйімізде Wi-Fi болатын болса, қосымша біреулер көршінің үйіне кіруі мүмкін, да? Қалай кіреді деп ойлайсыз, мысалы? Паролін бұзу арқылы, да? Паролін білу арқылы. Яғни сол жағынан да ол уже не болып табылады екен? Қауіпсіздік деңгейі төмен болып табылады екен. Басқа байланыс түрлеріне қарағанда энергияны көп тұтынады. Егер де Wi-Fi-да незат, мысалы үйімізде Wi-Fi қолданатын болса, энергияны незат көп мөлшерде қолданылады екен. Енді қараңыздар, қорытынды өздерінің тұратын аймақтағы сымсыз желінің жұмысына талдау жүргізілді. Интернет пайдаланушылар қандай байланыс түрлері қолданылады? Яғни, мысалы, сіздерге сұрақ бұл жерде. Өздерінің тұратын аймақтық сымсыз желісін үйімізде Wi-Fi бар ма? Қандай Wi-Fi-лер бар?
Билайн сөзінің Қазақтелекомда енді интернет пайдалануға қандай байланыс түрлері қолданылады. Мысалы, Билайн, Қазақтелекомдағы бұлардың бәрі бізде не? Сымсыз желі түріне жатады екен. Бүгінгі тақырып осы. Енді мына жерде жалпы жұптық жұмыс деп тұр. Жалпы жеке жұмыс жасаймыз. Алдымызда компьютерлер бар ғой, да? Сол компьютерлерді қол ашамыз. Мәтіндік редакторға кіреміз, яғни Wordқа кіреміз, бағлан. Wordқа кіре қойыңыздар. Немна. Клик. Новый документ. Новый документ деп ашамыздар. Новый документтер сразу ашайық. Wordқа кірсіздер ғой. Новый документ деп ашып аламыз. Жасамайды ма? Келе бұлай. Iya. Блокнот деп тұр. Сол, неде? Блокнотқа кіріңіздер, кірдік па? Жазылғанда тұра берсін. Деме, блокнот. Жазылмай тұрған болса, шығыңызда, пускке кіріңіз, блокнот деп тұр. Соған жаза, орындаймыз тапсырманы, жақсы ма? Кірдік бәріңіздер, еші тапсырма қараңыздар. Вен диаграммасында сымды және сымсыз желілерін салыстырыңдар. Олардың әрбірінің қандай артықшылықтары бар. Біз қазір сол блокнотта сымды желі, сымсыз желі артықшылығы деп жазып, сол неге орындаймыз. Түсінікті ме? Сымды желінің қандай артықшылығы бар, сымсыз желінің қандай артықшылықтары бар. Жаза қойыңыздар. Екі сымды және сымсыз желінің артықшылығын жазамыз. Сымды желі және сымсыз желінің артықшылығын орындаймыз. Екеуінің бір-біріне қандай артықшылығы бар деп ойлайсыздар?
Сымды желіге қандай артықшылығы бар дедік? Қане ол кім болды? Сымсыз желі ол яғни ол сымсыз оны алып жүруге ыңғайлы. Иә, сымсыз Wi-Fi бізде қалтамызда, жанымызда алып жүруге өте ыңғайлы. Сосын Ал сымды желі ол сыммен байланысқаннан кейін оны алып жүру қолайсыз. қолайсыз. Иә, тағы кім? Сымсыз желілерге Wi-Fi, ал сымды желілерге әртүрлі сыммен алынған заттарды. Иә, дұрыс. Тағы Сымсыз желінің артықшылығы топқа жоламайды. Сигнал арқылы қолданылады. Мысалы, Wi-Fi, Bluetooth. иә, өте дұрыс. Сымсыз желінің артықшылығы ол кабельсіз жалғанатын болғаннан кейін өте ыңғайлы болып табылады екен. Мысалы, сымсыз желіге Билайнның Wi-Fi желісі бар ғой. Билайн, мысалы, Алтердің желілері бар ғой, интернеттері. Мысалы, сонда жатқызуға болады екен. Мысалы, телефонымыздағы интернет желісінде жатқызуға болады екен. Бұлардың бәрі бізде не? Сымсыз болуына байланысты сымсыз желі түріне жатады екен. Жақсы, ал енді қараңыздар, келесі тапсырма. Қараймыз түгел, келесі тапсырма. Сендер жұмыс жасайтын информатика кабинетіндегі компьютерлер қандай желіге қосылған? Компьютердің көмегімен тексеріңдер. Жалпы бізде, мысалы, кабинетімізде компьютерлеріміз қандай желі түріне жалғанған? Сымды. Яғни ол не? Кабель арқылы жалғанатын желі түрі екен. Енді Wi-Fi технологиясын сендер қалай қолданасыңдар? Тиімді ме? Мәтінді құжатта өз ойларыңызды сөйлеммен түйіндеп жазыңдар. Яғни Wi-Fi желісі бойынша өзіңіз қалай қолданасыз? Сізге Wi-Fi-ның қандай артықшылығы бар? Соны жазамыз. Қалай қолданасыздар Wi-Fi-ді үйде?
ба? Алтын. Нұрай. Айзере. Tezlik ballar tezliklerimiz. Tak nasıl olmadı? Gülsüm, Ayzire, Nuray, Rasal. Kim Ayzire bulma? Kız vermiş. Ya. Bak bolğanda endi qarаңыздар. Wi-Fi технологиясын сендер қалай қолданасыңдар? Яғни сұрақ. Мысалы, Нұрай, сіз қалай қолданасыз Wi-Fi несін, желісін? әртүрлі ойындарға және де жақсы ақпаратқа Яғни үйімізде ақпарат іздеуге қолданасыздар да? YouTube-да не? Мысалы, кино қарауға, видеоролик қарауға тағы кім? Онға Раян. Не үшін қолданамыз Wi-Fi желісін? адамдармен сөйлесуге. Иә, біз сымсыз желіде қолдана аламыз. Және оны WhatsApp немесе TikTok, Telegramда қолданамыз. Жалпы сымсыз желі біздің телефонымызға өте ыңғайлы да. Мысалы, телефонымызды былай қарап отырсақ, күнделікті қолданамыз телефонымызды. TikTok қарау үшін, Instagram қарау үшін, WhatsApp-ымызды қосу үшін да, яғни мысалы, достарымызбен не хат алмасу үшін міндетті түрде не екен? Интернет желісі қажет екен. Яғни бізге интернет, Wi-Fi міндетті түрде қажет екен. Мысалы, осы жерде Bluetooth алатын болсақ, Bluetooth-да жалпы біз қолданамыз. Оны не мақсатта қолданамыз Bluetooth-да? Мысалы, яғни бір телефоннан екінші телефонға ақпарат жіберу үшін да, тағы құлаққапты қосу үшін тағы не үшін қолданамыз? Ол зват қолы. Ал, айталым. Тапсырма. Жалпы Wi-Fi-ді көбіміз Instagram, TikTok қарау үшін, игра ойнау үшін қолданады екенбіз де. Аха, молодец. Так, енді келесі тапсырма бізде. Сымсыз желілер. Так, мұнда бізде сұрақ берген, сұрақтарға жауап береміз, жарай ма? Мықты болсын тауып көр, желі түрлерін анықтаңыздар дейді. Қараймыз. Так, сымсыз желі ағылшынша не деп аталады? Ағылшын тілінде не деп аталады? Дұрыс па, қате ма? Аха. Wi-Fi роутер интернетті таратады. Правда ма? Аха.
A pressão baixa para usar a gente. Aksana. Iya. Endi kelesi simsiz baylanish prinsipine negizlangan желі түрі. Жазамыздар. Simsiz, мінекей мына жерге жаза қойыңыз. Ал. Simsiz байланыс принципіне негізделген желі түрі. Wi-Fi, WiMAX, латынша ауысайық. Wi-Fi. Тағы не дедік? WiMAX, иә. Iya. Болды ма? Бар ма тағы? Мейлі. Қане мынаны баса? Арқысына қыса, иә. Сымсыз желілердің артықшылығы мен кемшілігі. Келесі тапсырма бізде. Сымсыз жергілікті желі LAN қайсысына жатады? Wi-Fi, аха. Сымсыз желінің кемшіліктерді жіберу кемшілігі деректерді жіберу төмен. Қараңыз, сіздерге сұрақ беріп тұр. Сымсыз желі, яғни Wi-Fi кемшілігі, оның кемшілігі деректерді жіберуі жылдамдығы, яғни деректерді жіберу жылдамдығы төмен ба? Или рас па? Аха. Правда. Сымсыз желінің артықшылығы мен кемшілігі болмайды. Ложь или правда? Ложь. Міндетті түрде артықшылығы және оған жарызда кемшілігі болады да. Отыра ғой. Пайдаланушы құрылғыларын қосудың қарапайымдылығы. Қалай қосамыз? Келе ғой. Пайдаланушы құрылғыларын қосудың қарапайымдылығы. Мысалы, жай ғана біз телефонымызды Wi-Fi-ға қалай қосамыз? Сигнал арқылы қосылады да? Сигнал деп қосылады. Сымсыз желінің артықшылығы қандай? Сымсыз болғаннан кейін оны алып жүруге болады. Алып жүруге қайда деп жазыңыз? Алып жүруге. Байланыс арнасына білдіртпей еніп кететін шабуыл. Бұны келесіне аламыз. Сергіту сәті дейді. Қане орнымыздан тұрамыз. Қазіргі хит сергіту сәті де жалғастырамыз. Яғни ана нені жалюзі көтергендей. Қиындатамыз. Не бұл қандай қозғалыс? Банк
Ko'ptirmaymiz. Jaraysizdar. So'nggi kelgan, so'nggisi. Kelesi topsirim saboqni bekituv topsirmasi. Жалпы сымды желі және сымсыз желі не екенін білдік қой, да? Отырыңыздар. Аха. Сымды желі дегеніміз не екен ол? Сигнал арқылы қосылатын желі екен. Ал сымды желі бізде кабель арқылы жалғанатын желі түрі болып табылады екен. Жақсы. Бүгін жалпы сабаққа өте жақсы қатыстық. Оның ішінде мысалы Гүлсім тапсырманы уақытында орындап, естіп отырып Нұрай, сосын Айзере, Раян, ал ұлдарымыздар Аян мен Нұрасыл жақсы сабаққа қатысты. Күнделікті бағасын электронды журналға қоямыз, жарай ма?